Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге мен сырный палочки жасайтын боламын. Видеоны менімен бірге соңына шейін қарап жасап көруге кеңес етемін. Сырты сондай қытырлақ, сыры көріп тұрғандарыңыздай сондай созылмалы болып шығады. Соустың рецепті керек болса, менің алдыңғы видеоларымда бар. Ең алдымен осындай қатты сырымызды алып, бір келкі қылып кесіп аламыз. Кейін хлопья алып блендерға саламыз да, без сахара осындай хлопья болады. Соның үстіне сушеный чеснок, паприка, кішкене қасықтың ұшымен бұрыш саламыз. Жақсылап осыны блендерге езіп аламыз. Екі жұмыртқаға 2-3 ас қасық сүт құйып жақсылап араластырып аламыз. Сырымызды ұнға, жұмыртқаға, сонан кейін хлопьяға видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап араластырып алып, осындай тақтайшамызға саламыз да морозилкеге жарты сағатқа жібереміз. Сонан кейін барып қуырып алатын боламыз. Сырный палочкаларымызды міне видеода көріп тұрғандарыңыздай хлопьяға 2 рет бұлғап аламыз. 1 рет бұлғайтын болсаңыздар, қуырған уақытта сыры сыртқа шығып кетуі мүмкін. Кеме жарты сағат морозилкеге қойып алдым. Енді жақсылап екі жағын араластырып қуыратын боламыз. Неке біздің сырный палочкаларымыз дайын болды. Сіздермен болған Гүлдина. Жасап көруге кеңес етемін. Тез әрі оңай жасалады. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментария күтемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.